Қауіпсіз білім беру мәселелері Ақтөбе педагогтары күн тәртібінде талқыланды. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Ақтөбе филиалы институт жоспарына сәйкес осы жылдың 16 қараша күні қауіпсіз білім беру ортасын қалыптастыру, сапалы білім беру шарты тақырыбында аймақтық онлайн форум өткізді. Форум жұмысы институт директоры Нұргүл Абишеваның алғы сөзімен ашылып, келген қонақтардың баяндамаларымен жалғасты. Форумға Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарының біліктілікті арттыру институттарының қызметкерлері, жалпы және арнайы білім беру ұйымдарының мұғалімдері, психологтары, класс жетекшілері, институттың оқытушылық профессорлық құрамы, курс тыңдаушылары да қатысты. Форумның негізгі проблемасын философия ғылымдарының докторы Алтай Тайжанов және форумға келген аймақтық филиалдар спикерлері қамтып өтті. Пленарлық мәжіліс Орал қаласының индустриалды колледж директорының орынбасары Кабулова мен Хромтау қаласы нөмірі 4 орта мектебінің психологы Седакованың шеберлік класстарымен жалғасты. Форум нәтижесі педагогтар мен ата-аналарға арналған үндеумен аяқталды.